Сәлем достар, бүгін біз Nextbook планшетіне анбоксинг жасаймыз. Бұл Nextbook негізі 2015 жылы Қытайда жасалып шығарған. Бұның моделі B7100 деген, түсі қара. Бұның мінездемесіне келетін болсақ, экран диагоналы 10, памяті 16, азуы 1 ГБ және жылдамдығы 4 ядерный дейді. Бұның енді ішін көреміз, комплектациясында не бар екен. Планшет және мұнда астында бұл зарядный адаптері және USB компьютермен байланыстыруға болады және зарядтаймыз. Мынау екіншісі, бұны мына бас жағын планшетке қосамыз, мына жағына флешка қосуға болады және мышка қойып қоюға болады. Яғни мышкамен планшетте жұмысын жасап отыра бересің, немесе ойын ойнап отыра бересің. Мынау пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы дейді. Бұнда тек қана қазақша, қазақ тілінде жазылған болу керек, және орыс тілінде жазылған шығар. Ашып көрейік. Мына қазақ тілінде жазылған мұнда, және мына бетінде орысша жазылған. Ал екіншісі парағы мұнда гарантийный талон екен, бұнда тек қана қазақ тілінде жазылған. Қазақ тілі дамый берсін деп қазақ тілінде жазып қойған ғой. Әрі қарай мен сіздерге планшетті көрсетейін. Бұл планшетті алдын ала қосып қойған тұғым, настройкасын жөндеп. Сағатты, яғни дәл қазір сағат. Бұның ішінде жалпы көрсететін нәрсе жоқ, ішінде ешқандай программа, приложениесі жазылмаған. Тек қана бір ойын бар. Angry Birds деген экранның насыщенности көріп тұр сіздерге, мұны қандай жақсы екенін. Бұның әлі экранын көтеруге болады, яркости. Сіздерге көстейін көтеріп, мінеге даже көрінбей қалады, жарықтығынан да тауы. Осы каналға тіркелеміз, Қытай дүкеніне. Алды әлі видеолар, видеошоулар, бейне сабақтар, посылка ашулар болады. Тіркелеміз, лайк басамыз. Сау саламат болыңыздар.